Саламатсыздар ма? Бүгін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың туған күні. Тоқаев 66-ға толды. Астана өңірінде мемлекеттік мереке деп тойланатын 6 шілдеде елде 30 жылдай билеген Нұрсұлтан Назарбаев туған. Желі қолданушылары Тоқаев пен Назарбаевтың туған күндерін талқыға салды. Саясаттанушы Ерлан Сайыров бүгін Тоқаевтың туған күні, ал жұрт жұмысқа шықты. Назарбаевтың кезінде мұндай емес еді, бассыздық деп әзілдеп отыр. Жуырда қала күні мерекесін басқа датаға ауыстыратын шығар деп жазғандар да бар. Арман Ержанов есімді қолданушы бұл бассыздықты сайлаудан кейін реттейді дейді. Сайлау демекші 9 маусымда президент сайлауының әділ өтуін талап етіп, Алматы марафонында акция өткізген соң 15 тәулікке қамалып шыққан екі белсендінің бірі әскерге алынды. Бейбарыс Толымбеков борышын өтеу мерзімін шегеру туралы арызы ескерілмегенін айтады. Видеоны көріп алсақ. Забирают без учитывания моего заявления, без учитывания председателя комиссии. Желі қолданушылары осы жағдайда талқыға салды. Димаш Әлжанов бейбарыс әскерге баруға дайын-ақ болды. Бірақ марафондағы акциядан соң оның әскерде қысымға ұшырайтыны анық деп жазады. Құқық қорғаушы Еңгай Иманбай әскерде бейбарысқа бірдеңе болса, бұған президент кінәлі болады дейді. Оның сөзінше, сайлаудың әділ өтетініне уәде берген Тоқаев соған үндеген белсендіні қудалап жатыр. Желіде әскери борышын өтегенде тұрған ештеңе жоқ деп жазғандар да бар. Бүгінге осы Азаттықтың желідегі парақшаларына пікір жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.